басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасыменен таза Қазақстан деген үлкен акция өтіп жатыр. Осы акция барысында бұл акция жаңағы 5 аптаға созылып, әрбір аптаға атау беріліп, өзінің тақырыптары берілген. Мысалы, осы 20 сәуірге дейінгі апталық киелі мекен апталығы аталады. Осы орайда біз тарихи мәдени ескерткіштердің аумағын абаттандыру, тазалау жұмыстарын жүргізудеміз. Осы біздің қаламыздың шыға берісіндегі Семей тас жолының бойындағы Қабанбай Батыр ескерткіші тарихи монументалды ескерткіш жатады. Бүгін сол 70-ге жуық адам осы маңайын тазалап абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы шараның мақсаты елімізде экологиялық мәдениет иммунитетінің деңгейін арттыру және тұрғындардың, әсіресе соның ішінде жастардың табиғатқа деген, туған жерге деген, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында жүргізіледі.